Ассалаумағалейкум қадірлі қазақ халқы. Міне біз бүгін қасиетті отырар қамалының орнында тұрмыз. Бұл енді өздеріңіз білесіздер, қандай 6 ай беріспей соғысқан ата-бабамыз Қайыр ханмен бірге сол Шыңғыс ханның әскеріне беріспей соғысқан қала болатын бір сатқынның кесірінен ашылып шайып болып кеткен осы жердегілер. Сол жерді міне қайтадан реставрация жасап қайтадан жөндеген екен. Сондай бір тарихи орын екен, осы жерге келіп тұрмыз, насіп етсін. Бұның ескі аты Фараб. Бұл жерден дүние жүзіне танылған Аристотельден кейінгі ілімдегі екінші ұстаз Әл-Фараби бабамыз осы жерден шыққан. Бұл жерде үлкен ғылыми орда болған, бұл жерде үлкен медреселер, үлкен кітапханалар, сондай жаңағыдай сауда орны, сауда керуендері тоқтайтын үлкен қала болған. Сол біздің бабаларымыз сондай дамыған. Кезінде қазақтарды көшпенді ғана болған дейді, жоқ, қазақтар отырықшы да болған. Осы сияқты Сығанақ деген қаласы, басқа қалаларда Тараз қалалар, осындай қалалар көп болған біздің бабаларымыздың. Сол Әл-Фараби бабамызды Ақжан Машани деген бабамыз сол дүние жүзіне қазақ қып танытып, еңбегін аударып шыққан. Алла тағала сол біздің бабаларымыздың еңбегі дамып, біздің ғылым саласында да, қай жағынан болса да, біз мәдениет саласында да алдыда болуымызды Алла нәсіп етсін. Қазақ елінің болашағын жарқын болу нәсіп қылсын. Осындай жерлерді зиярат етіп, ғибрат алайық. Өйткені әрбір адам 5 тарихты білу керек екен. Адамзаттың тарихын, мәдениет тарихын, өз елінің тарихын, мұсылман болса біздің пайғамбарымыздың тарихын, одан кейін пайғамбарымыздың сахабаларының ислам тарихын білу керек екен. Сол үшін өзіміздің ата-бабамыздың тарихын біз білмейінше ел болмаймыз. Алла тағала біздің ата-бабамыз аманат еткен жеріне, дініне, тіліне, дәстүріне ие болып жүргенімізді Алла нәсіп етсін. Алла разы болсын. Осындай жерлерге сіздерге де сапарға келуді нәсіп етсін. Алла разы болсын. Әмин.